не деді маған қарашы ең басында коронавирусқа пайдалы лимон деді 3500 болды бағасы, дұрыс па? Дұрыс. Одан кейін ембел 5000-ға дейін көтеріліп кетті. Қойдың еті қазір дефицит, хрен его найдешь қазір. Бізге де бір нәрсе ұстап алу керек еді, сататын ше. Сатып ақша істеп ол тас ше, тас сатайық та. Тас? Тастың қандай емдік қасиеті бар? Туысқандар деген группа бар ғой қазір. Аға, жеңге, апа, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Алматыда тас шығып жатыр дейді ғой қазір андай. Құшақтап жатасың, аурудың бәрін өзіңе тартып алады екен да. Бәрі қазір соны алып жатыр екен. Болды ғой, осыны айтасыз қазір. Болмайтын шығар бұл тасты алайын. Алло? Қойшы, уже есі қойдыңдар ма не? Иә, сатып жатыр. Килограмм 10 мыңнан сатып жатыр. Тастарды сатыңдаршы, айттым ғой. Иә. Все, мен енді бұлай жүре алмаймын, короче, бар ғой, давай екеуміз қосылуымыз керек. Даже бүкіл подписчиктер айтып жатыр. Екеуің күшті жарасасыңдар. Жанел қылықты, жақан деп. Тоқташы қазір. Сен... Алло? Не болып кеткен телефонның беті? Сындырып алдым. Быт шығып отыр ғой. Алло, бұл сервис па? Маған новый телефон керек болып тұрады. Рахмет жігіттер. Удачи. Че там? Әлі алысып отырсың ба? Короче, сен телефоныңды көрдің де, сразу решил. Вот. Новый айфон, прикинь. Қолмашы өзіме. Сен телефонын сынық қой, ертең мына айфонын сынық болатын болса, менде зато резко екінші айфон болады. И, кстати, бар ғой, сен телефон сынық емес па? Заказ берші, Gold сервис деген компания резко әкеліп береді, ішінде беспроводной зарядкасы чехолы бар, прикинь. Тема, екі айфон. Че, тамақ бірден ішесің ба? Иә, ішем. Не ренжисің маған, как будто сен телефон мен сындырған кіші. Келіншегім мына гардеробты тазалайын деп бір күн бойы уақыты кетті. Ішінде заттарды сыйғыза алмай нерв болды. Қалай жинадың? Ішінде лишний зат өте көп екен. Просто сіздің киімдеріңізді салымда лақтырып жібердім. Танчу! Мен қашым шалбарларым қайда? Танчу! Мен келіншегім мына бойы жеткен жерге сүртеді да, ары қарай өмір сүртілмей қалады ғой. Сіздерде де сондай ма? Бұндай да бар ма? Ал түсіндірші ал. Гардероб тез шашылмау үшін киімдерді сразу орнына қойыңыз. Мына жерде сіздің іш киімдеріңіз, мына жерде нәскилеріңіз, мына жерде белдік пен платочкаларыңыз, а мына жерде футболкаларыңыз, мына жерде джинсыларыңыз. Все, түсіндім, болды. Так, нәскилер дейді да. Нәски. Ой, ши. Қазір тоқта, есіме түсір. Короче, мен қайсыны салам? Ой, күтіп қалдыңдар ма? Қалайсыңдар? Танысқаныма қуаныштымын, Босек көп тұрып айтқан сізге. Тимурсыз ғой сіз, е? Жоқ. Серік қой ана жолы, е, киноға барған сенің. Мен білем сіздің атыңызды. Қалшындап жатыр ғой. Қалшындап жатырмын. Дамирсіз ғой, Дамир. Сізді күнде мақтайды, ана жолы қыдырғандарыңызды айтып кәдімгідей мен қуандым енді құрбым үшін. Есіме түсті. Мен мамам қыдыруға жібермей қойды, сендер өздерің барып қыдыра беріңдер. Жарайды, пока. Че там, дос, Турцияға кетіп Турция. Загранпаспортын алдым ма? Загранпаспортсыз кіргізбейді жақта. Бәрін алдым, о бірінші шығып жатқан о дәуіріне ошол конкретно демалайықшы, брат. Қалды. Мен клубқа шықтық дейсің ғой, базар жоқ. Удостоверение алдың ба? Удостоверение алдым. Болды. Уақыттар мені көп болсын. Базар жоқ. Кетпейіне қарап қойып кетпей. Көп ішпеші. Өрін кеттіге жүр. Магазинге қойып та жүр кеттік. Астында ал. Күте бередіңіз, кіргізбейді атуда магазинге білесің ғой. Жігіттер жан тұрған үміттер. Тут все изменит один день, көтіңді көтеріп. Не сможет тебя